сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мамандықтар. Бүгін біз сабағымызда қазақша мамандық атауларын атап үйренеміз. Тыңда және қайтала. Дәрігер. Бұл кім? Бұл дәрігер. Аспаз. Аспаз. Бұл кім? Бұл аспаз. Суретші. Суретші. Бұл кім? Бұл суретші. Мұғалім. Мұғалім. Бұл кім? Бұл мұғалім. Толықтырып оқы. Дәрігер не істейді? Дәрігер емдейді. Мұғалім оқытады. Суретші сурет салады. Аспаз тамақ пісіреді. Тағы да бір рет қайталап шығайық. Дәрігер емдейді, мұғалім оқытады, суретші сурет салады, аспаз тамақ пісіреді. Келесі дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма. Дәрігер, мұғалім, суретші, аспаз сөздерін дәптеріңе көшіріп жаз. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Алдымен суретке қара. Мынау кім? Бұл кім? Бұл дәрігер. Ол не істейді? Ол емдейді. Дәл осындай үлгіде дәптеріңе сұрақтарға жауап жаз. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.